Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге аппақ бала деген ертегіні айтып беремін. Алдымен тыңдамас бұрын каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар, ал ендеше мен бастаймын. Кеттік. Аппақ бала. Бір күні Асан ойыннан келеді. Беті қызарып кеткен, үсті басы кір-кір. Мама, тамақ ішем, деді ол дастарханға отырып. Сол кезде анасы, тамақ дайын балам, бірақ сен жуынып кел дейді. Сол кезде Асан, анашым, мен кеше ғана жуындым ғой, тап-тазамын дейді. Балам, сен таза болсаң, денің сау болады дейді. Анашым, денім сау ғой, тазамын ғой дейді. Сол кезде Асан анасы Асанға айтады, балам, мен саған күнде шынығып, ерте тұрып жүр дедім ғой дейді. Сол кезде Асан, я, анашым, енді ерте тұрып шынығып жүремін дейді. Сөйтіп Асан өзі айнаға қарайды. Айнадан өзінің кір қожалақ екенін көреді. Кешірші анашым, енді жуынып жүремін дейді. Сөйтіп барып ол өзі шайынып, жуынып келеді. Сол кезде анасы оны жарайсың балам деп, аппағым деп атайтын болыпты. Ал туысқандары аппақ бала деп атап кетіпті. Ал ендеше осымен біздің ертегі аяқталды. Егер де ұнаса, келесі ертегіні күтіңіздер. Всем пока-пока!